таза етсе, өз үйінде ремонт болып жатса, мына дауыс күшті естіледі екен. Жан, біз бойшы бар ма? Не оқып қалды? Тісім ауырып жатыр. Еще мына көршілерде ремонт істеп білейін, басымды ауырып жүрді бар ғой. Мен сендер істеп жатыр деп ойласам. Жоқ, обезболивающий. Жоқ, басылады шығар қазір. Қатты ауырса стоматологқа барсайшы. Әсеке, короче, чеснок таласына мәрліге орап, қолыңа байлап қоясың. Біз баяғыда солай емделгенбіз. Я, точно. Еще андай не бар ғой, киндер сюрприздің ішіне салып қоятын еді ғой, андай гриппқа қарсы, Оны айтпаймын. Кәдімгі чеснокты мәрліге салып, қолыңа байлап қоясың. Қалай? Қолы при чем? Тіс ауырып отыр ғой вообще? Мен қайдан білейін, солай емдеді ғой енді баяғыда. Страннысын бар ғой. Жігіттер қойындарша так басым ауырып отыр ғой, ё-мое. Ал басың ауырса, Әсеке, сүтпен шай ішесің. Точно. Или 100 грамм. Если что, поддержать етіп жібереміз, Базар жоқ, сендердің емдерің бір түрлі екен бар ғой. Осы дәрігерлер, осы емге қанша дәрі шығарды, сендер бар ғой, біреуін де етіп badыңдар ғой. Народный метод қой енді, Әсетжан. Жан, басылды ма? Жоқ. Дәрі ішіп, сосын стоматологияға барамыз. Чеснок қалай істейтін еді? Короче, чеснокты мәрліге салып, қолыңа байлап қоясың. Кішкене жатасың. Жан, қойшы, қайдағы чеснок? Қазір стоматологиялар басқаша ғой вообще. Ауыртпай істеп береді бәрін. Удашым. Адамның айтқанын тыңдамайды, Барып, шай қойшы. Мажет кішкене. Не? Өзіміз отырып шай ішейік. Жан, может, бармай-ақ қоярсың, И так тісін ауырып тұр ғой сенің. Әсетжан, өзіміз барып келе саламыз ғой? Жоқ, реально барып келесіңдер ма? Конечно, братан. Онда барғанда айта саласыңдар, ақшаны лақтырып жүрем, хорошо? Бізде карточка жоқ қой, братан. Екеуміз де блокта ғой. Қап, бере салам онда. Әсетжан, уайымдамашы, біз сен қашан подвоить еттік. Айреке, шебер про сияқты өзімізге строительный компания ашу керек. Не ғой? Цех мынау ғой, қарашы, күшті ма? Кайф, Атам, может, керек емес, Біреудің ақшасы аманат қылып тапсырды дегендей. Сен қуасың ба? Первый очередь бар ғой. Мынан бәрі сенің қаныңды ойлаумен жүрмін мен. Надо будет ана есіктерді бәрін сатып жіберетін едім, өзім саған айтпай-ақ. Ты что, мен қаршығамын ғой, родной, сен үшін жүрмін. Братья, Навеки. Кайф осы жер бар ғой. Отходтардың строительный, магазинный. Надо будет. Брат! Отход, брат! Неге отход? Андай строительный отходтардың бәрін осында ұстады. Астанок, братан, қалайсың? Көпсің? Не ғой, братан? Строительный отходтар керек еді андай, бушный есік, там бракованный оқып қалған ше. Жоқ, сатпаймын. Қалай, братан, ты че, постоянно келіп алып тұрамыз ғой? Айтып тұрмын, сатпаймын, брат. Бүгін демалыс бізде. Мен просто охранникпін. Братан, бізді мында бәрі біледі. Братан, 20 мың. Братан. 20 мың, 450 болсыншы. Дұрыс тапшай. Жан, кстати, есікті отмена бердің ба? Жасалын, заказ бере салайықшы. Сол дұрыс қой. Жақсы есік алу керек. Ертең адамдар келсе, первый очередь есікке қарайды ғой. Өткенде абай алғанда бар ғой, дәл солай айттың. Ертең ше, новыйын тазалағанда дәл солай айтасың ба, құрсын? Ой, Жан, өтірік сөйлей бермей, шай іш аузын тезірек.
Что там шашлык не болып кетті да біздің, ё-моё. Қайреке, келе жатыр. О! Ай, от души. Молодец, молодец, Азатчик. Қайреке, осындай темаларды мықты істейсің бар ғой сен. Бай десең бизнесмен болсаң, ана Марғұлан Сейсенбаев сияқты боласың. Вот именно, эй! Оларға просто больше повезло, да? Бұл тағдыр ғой. Братан, по идее олардың бар ғой, жоғарыда таныстары бар. Андай бай болып кету мүмкін емес. Вот именно, эй, таныстары бар. А талант жоқ. Представляешь? Давай, тимбилдинг, мен атымнан замойщик. Давай, ұрбаш, жеп ұрбаш. Официант! 2 класс бізге. Тема болып жатыр. Эй, красавчик. Давай, Қайрекемен жүрсе, өлмейсің бар ғой, от души. Асет. Алло, Асетжан? Бөкеш екеуміз базарда жүрміз ғой? Андай ғой, 75 мыңға идеальный есік сатып алатсың ғой, прикинь. Енді андай... Жоқ. Жарайды. Не дейді? Айтшы Қайреке. Братан, білдім ғой осындай бірдеңе болатыны бар ғой. Бөкеш, жылай бермеш. Қазір барамыз, жетеміз, ақшамызды аламыз, кетеміз, түсіндің ба? Күзетші брат! Ақике! Ағайне! Оқыра! Охрана, брат! Ақике! Охрана, брат! Брат, менмін ғой, отходпын ғой. Брат, аша қойш, брат, сөйлесу керек еді, брат, срочно, брат. 21 мың шашлик, 6 мың теңге квас. Братан, 27 мың теңге қайдан тауып береміз? Ақике! Қайреке, 27 мың қайдан... Жылай бермеш сен, пожалуйста. Бөкеш қаз бірдеңкесі болар. Айтшы. Охрана, брат! Шашлик жейсің бі? Сен базар жоқ, қуат екенсің. Тоқылдатал. Бісміллә. Асет? Сен реально осылай істесең көмектеседі деп ойлап отырсың ба? Как раз лақтыр жерінде фөкеде жылынып кетеді. Стоматологтар жақта отырмай, бір сағат шыққылап, дызылдатып. Әкеш бері басын істемейді екен ғой сен. Көрейін да хотя бы берсе. Асет, жоза ту. Не oldu? Bir şey... Ay, ayağım ay. Yıldız ne istedi da? Сіне не ол? Ay, түсім. Кетші болды. Не істейміз, Қайреке? Не істейміз, күтеміз енді. Охранник қой осында істейді, объектісі ғой енді. Не? Ақшаны алып, шетелге қашып кетсе. Кім? Охранник па? Сен шынды екенсің, базар жоқ бар ғой. 20 мың теңгемен қайда қашасың? Даже автобуспен жете алмайсың ғой қазір ешқайда. Бәрі сөйтеді ғой, ақшаны алады да шетелге қашады. Бөгеш сен фантазияң базар жоқ екен. Давай, денсаулық үшін. Ой, ё-моё. Асет, сен басын точно істемейді бар ғой? Бөкеш, короче, Асетке былай деп айтамыз. Есіктің ақшасын беріп қойдық. Бірақ бағана бізге звондап алмай қой деген соң, біз, короче, ақшамызды қайтарып аламыз да, и типа қайттан үйге кетіп бара жатқан кезде ол ақшаны жоғалтып аламыз. Нормально, ничего, болады ғой ондай-мұндай өмірде. Қалай, а? Как она есть, айта салсақшы. Не деп? Алло, Асетжан, короче, 20 мың деудің орнына саған 75 мың дедік, по идее, алдап отырмыз сен дейміз, а? Ой, братан, қалған апарып берекші. Сосын жартысын акладтан ұстақ қал дейміз болды. Палыш, қуат екенсің бұл. Короче, тема бар. Не тема? Онлайн казино ставка қойымыз. Братан, сен басын істеймі, ұтылып қалсақшы? Ұтсақшы? Ұтылып қалсақ? Ұтсақ? Басылды, прикинь, тісім. Қойш, өтірік айтпаш. Шынды айтам. Қазір тексереміз онда.
Сонда маған сенбейсің ба не? Ой, Жамил, сен білем ғой, сен өтірік айта бересің, мен сөйлемесін деп. Мен не өтірік айтамын мен құсын? Іш. Су ішкім келіп тұрған жоқ мен? Іш. Пожалуйста, врачқа бармай-ақ қойықшы. Түсім өзі басылады ғой, мен білем өзім істерім да. Өтірікші. Братан, казино ойнай алмайтын болсаң, айтпайсың ба ойнай алмайын деп? Өзің естің ғой ана блогердің айтқанын. Тем более қазақтың баласы нормально 15 секунд ішінде көтеріп аласың деп. Өзің де естің? Ол блогер айта береді, не істемейді реклама үшін? Сен бар ғой, вообще бір простой адам екенсің, на топ пойдет, сенің де қамыңды ойладың ғой? Жоқ, братан, ұят уже. Не айтамыз Әсетке? Қазақты ұят құртады, түсіндің ба? Братан, біздің жағдайда реальный ұят. Ал деген жерінен алып, қайту керек еттіке. Бүкеш, на топ пойдет бар ғой, қазір Әсетке звондап, бәрін как она есть айтам. Звонда? Звондаш? Звондайм. Алло, Әсетжан? Қалайсың? Бағана, в общем, не ғой, Бүкеш екеуміз кетіп бара жатқанымыз ғой. И Бүкештің қалтасына случайно вдруг ақша құлап қалады. Соны жоғалтып алдық. Братан, енді үйге барғаннан кейін айтайшы, Братан, сен қуасың ба? В смысле Бүкеннің қалтасынан түсіп қалды? Бүкеш ренжімеш, пожалуйста, аузыма түскен сол болды. Жасың үлкен болса да бетің етен, далбан екенсің. Мен қазір білемін де, секірем, шыны жылынып кетеді, наконец құтыламын. Давай, Әсет, 2-1, 2. Асеке! Қош болды, өлмей қош болды, секірмеш, пожалуйста, Асетжан, пожалуйста, кешірші бізді. Жібершілерші? Жассың ғой сен әлі, жассың ғой. Ақшаңды қайтарып береміз, надо будет, қойшы. Надо будет емес, қайтарып береміз. Асетжан, қойш, пожалуйста, секірмеш. Не істеп тұрсыңдар? Жұлдыз, айтшы Әсетке, біздің кесірімізде өлмесінші. Әсет, не істедің тағы? Жіберіңізші, қазір бәрін түсіндіріп беремін. Әсет вообще сен басы істемейді екен. Сосын да. Істемейді. Тебе не к стоматологу, сені оқыту керек. Жан, врачқа барайықшы. Бармаймыз, уже желанием кетіп қалды мен. Жан, пожалуйста, врачқа барайықшы, түсім ауырып тұр, не могу уже. Жүр. Сендермен кегесін сөйлесем түсіндірмін. Болды, осындамыз ғой. Сен главное өзіңді ойлаш, пожалуйста, сен здоровьең важнее ғой. Айттым ғой, чеснок деп. Кеш. Не істейміз, ақшаны не істейміз? Қою керек осы ақшаны. Есік ашып бере салайын ба? Көрші. Ассалаумалейкум. Әсеке қалайсыз? Сіз қалай? Жақсы. Мынау есік, бұл сіздерге подарок. Арнайы итальянский, французский фурнитурасы бар, качествосы. Мынандай вообще никогда сынбайды. Біз кеш шықпамыз, Әсеке, Жаке. Шын айтып тұрсыңдар ма? Да, серьезно? Таза итальянский. Рахмет. Рахмет, давайте. Хорошо. Айттым ғой, проканай. Братан, кредитін бірге жауамыз ғой, Конечно. Бірден кепеш болып, чоны еспейсіз. Ақшасын төде алдым. Чөт, жатайық. Қар үстінде жорғалар, мынау кімнің ауылы, Бөкенбайдың ауылы. Бөкенбай саған не береді, ешкі сауын сүт